Басталды. Енем 200-ді сөз қосып сөйлейді, өтірік сөйлейді, менің жыныма тиеді, баласымен ұрыстырып, сосын үстімнен күліп отырады, не істесем болады де. Кішкене бір сөз қалқапты, бұл жалмауыздарды бұндай деп, соның бәрін жазу керек еді, бәрін бүйтіп тұрып, ішіндегі бәрін төгіп жіберу керек еді, сол қапты енді жаным. Сол жаман енеңізден жақсы бала туылған. Сол сенің қойныңда жатыр. Сен содан бала көріп атсың. Соны тағы жерден алып, жерге салып атсың. Орысша айтқанда самой не противно. Сондай кісінің баласыменен бір төсекті бөлісіп жату өзіңе былай неприятно емес па? Жоқ, көзім жұмылып жатасың ба? Не болса болсын, не болса болсын. Қалай? Мақтағаннан май шығып, жамандағаныңнан жан шықпайды алтыным. Айтсын, біраз күнәң кетеді, біраз сауап аласың берса, ештеңе етпейді, түзел, жақсы бол, күліп қой. Не істеу керек енді? Бір үйде тұрасың, ештеңе жоқ. Соның баласы сенің жарың, содан үрім бұтақ көресің, Құда қаласа. Сенің Құдай біледі. Сенің балаң үйленгенде қандай келін алып келеді, оны Құдай көрсетеді әлі. Құдай өмір берсе, оны да көре жатарсың уақытысында. Сол кезде ол келінің еще хуже болады, оның тырнағы ұзын болады. Тырнағымен бүйтіп істеген кезде кіретін тесік таппай қаласың. Сондықтан Құдайға шүкір де жаным, ештеңе сөйлесін, айтсын. Сен соны қазір осылай істеп жатсың, өзің қыз өсіріп жатсың. Сенде қыз шығар, енді қыз бар шығар, сені қызың да күйеуге кетеді ертең. Тура сөйтіп айтады. Менің енем дейді. Не істейсің сонда қызыңа? Не ақыл айтасың? Жарайды, сол күнге жеттік дейік, Құдай нәсіп етті саған. Қараңға пошли они де. Ажыратып ал қызыңды. Жақсы бола ма? Сөйлеп қойды маған да. Сөйлеме керек па не саған? Сен екеуміз тұрмақ, Назарбаевқа сөйлеп жатыр елдің бәрі. Ештеңе жоқ, өліп қалған жоқ. Президентке Тоқаевқа сөйлеп жатырмыз, министрге сөйлеп жатыр, аузына ақ ит кіріп көк ит шығып жатыр. Америкадан жатып алып біреу құсып жатыр, біреу Австралиядан сөйлеп жатыр. Не істейді? Ойбой, мен ондай емеспін деп қырылысып бәрін ақтала берсе, не боламыз біз, айтшы. Бұл значит, сенде мания бар. Сенде ана іштегі нен басылмаған, мен деп үйренген нәрсе бар. Сен осыны жеңбейінше, сені сол тошы, осы енең сені жаным, келінім десе де сені жақпайды ол. Сенде сәл мынау аспанда тұрсың да сен. Содан сен төмен түсу керек, қарындасым. Сен төмен түс жан. Сен Құдай үшін кешіріп үйрен. Мына жеңіске жету үшін тактикасында сәл артқа қадам жасайды адам. Құдай тағала да соған өмір берді. Сол сен жамандаған енеңнің Құдайға жаққан жақсы ісі бар. Құдайға берген жақсы ісі бар. Сол жақсының арқасында содан жақсы күйеу саған жар болып берді, білесің бе сен? Егер ол бұл дүниеге лайықсыз адам болғанда, сен айтқандай, Алла оған ауа бермейтін еді. Не то, что саған бала беру, оған ауа бермейтін еді бала тұрмақ. Берді ғой, бірақ идеальный адам жоқ. Идеальный адам жоқ. 5 саусақ соған дәлел. Әрқайсының өзінің орны бар. Бәрін бірдей болып қойған, бір ғалым айтады, егер қолың бәрі бірдей болса, адам ештеңе істей алмай қалады екен. Алланың құдіреті да қымбат болмай қалады екен, ұстай алмай қалады екен. Түсінесің ба? Алла Раббана ма халақта хада батилан субханак. Алла еш нәрсені бекер жаратқан жоқ. Ол жаманды сен жақсы болсаң, сен жақсысың. Сен тәрбиеле жар. Сен үйрет, сен жақсы келін бол. Сен біреудің арқасында біреу нан жейді, біреу үйренеді, біреу талпынады, біреуге қарап үйренеді, соған қарап сен балаң тәрбиеле. Ертең қызың сондай болып қалмасына кім кепіл? Айтшы жан. Сол үшін алтын қой, не қыласың? Ерегіспе. Ерегіскеннен май шықпайды. Оны Құдайға табыстап қой болды. Табыстағанда да, Құдай, сен көріп тұрсың, өле қасыл осы, өле қасын десең, сол айналып кеп өзің өле қама, басқа балаң өле қамасын жаным. Олай дұға қылмаңыздар. Алла, сен көріп тұрсың де. Мен адалдығымда, егер сен шын адал болсаң, конечно, әркімнің өзінің правдасы бар. Әркімнің өзі адалдығы бар. Мен адалмын деп ұра берсең, Алланың алдында арам болып қалуына мүмкін. Мынандай ереже бар. Хадис құдсида былай айтады. Мен сенімен есептесем деп айтсаң, сенімен, тот же енеңмен, енең, мен сенімен Құдайдың алдында ерегісем десең, Алла тағала саған айтады. Мен де сенімен ерегісем дейді. Сенің намаз оқымағаның, ораза ұстамағаның,
күнәң соның бәрін таразыға бүйтіп тұрып жинаса, сенің енеңдікі түкке тұрмай қалады сен. Онда енені бүйтіп төбеге алып жүру керек болып қалады. Бір күні бір енесіне жазып жатыр, енем қанымды ішті, енем осындай деді, енем бүйтті. Ананы оқысам, ананы просто оқысам, мылтық алып енені оқтап тұрып, енені атып тастау керек. Бұнда ене өмір сүрмеу керек. Ана кісінің жазғанын оқысам, бір бетке жазғанда бүйтіп конкретно жазған. Енесін енді білмеймін, андай описанияны фильмде сценарийде өтіп жазамайды. Сценаристер өтіп жазамайды. Енді жазған, енді ананы оқысаң, жүрегің сол, көзіңнен жас бырт ағады, ана не деген келін дейсің ғой. Содан енді маған не ақыл айтасыз дейді. Сосын мен жаздым, бәрін жасайсыз ба дедім. Бәрін жасаймын деді. Осы енеңді осыдан құтылу үшін бәрін жасайсың ба десем, бәрін жасаймын деді. Мен айттым, бірақ жолға апты саған дедім. Қандай? Енеңнің аяғын жуып, өкшесін пилкамен алып, аяғының кутикуласын алып, тырнағына маникюр жасап бер дедім. Сөйтсем, жоқ, бір уақыттан кейін еще не хватало деп жазып жатты. Еще не хватало деп. Сонда не сіздікі міндет па не? Құдайдан істедің, ответ Құдай береді, енең бермейді. Бірақ Алла тағала үшін мен саған жақсылық жасаймын де. Маған осындай бала туып бергенің үшін жақсылық жасаймын де. Болды. Ответті Құдай береді. Біз адамнан үміт етіп қалғанбыз да. Сен үйді бәрін жақсылап пылесос етіп шығасың, саған рахмет айту керек. Біз ана кафедегі жұмыс сияқты есептеп қалғанбыз да бәрін. Саған енең рахмет айту керек, сосын иіліп тұру керек саған. Сен үй жинадың ба? Ой, рахмет келдім де керек. Сен мақтамаса, сен уже настроениең бүйтіп түсіп қалады. Сонда сен мақтау үшін өмір сүрсің ба не? Лишь бы жақсам екен, мені мақтаса екен осылар. Сен ешкім мақтамайды. Сен үйін жинама онда мақтамаса да. Жата берсін, иіліп, бір апталық кірің жуылмай, күйеуін байың тамақ істелмей, үйдің бәрі шашып, шайтан кіріп, бір әсе шыға берсін. Сол үшін өмір сүрсіз ба не? Демек сіз сол үшін өмір сүрсіз. Кім енесіне қарап жұмыс істесе, ол сол біреу үшін өмір кеткен өмірлер. Аллах тағала айтып отыр ғой, біреу үшін жасамаңдар деп отыр. Түсіндіңіз ба? Ол сіздің талапыңыз. Жаманның Құдай жақсыға бүйтіп байлайды. Дүние алтын сандық ашылмайды, ішінен алтын мүлкі шашылмайды. Дүниенің төрт бұрышын іздесең де екі жақсы бір жерге қосылмайды дейді. Құдай біреуіне бүйтіп, бір-біріне бүйтіп қосып, бірін-біріне бүйтіп тартады. Сөз ба? Сөйтіп өмір жүреді. Сөйтіп өмір талпынады, сөйтіп өмір алға басады. Екі идеальный болса чоқысып, бір-біріне өтіріп қояды. Мен жақсымын, мен мынаны істедім, ойбай рахмет саған, мен мынаны істедім, ойбай рахмет саған деп сол өмір болмайды ешқашан ол. Жасадың, есебін Құдай береді. Сен онда саған кір жудың, онда отчет жаз бүгін. Бүгін кір жуып келдім мен, так. Былай айтқан, и так сөйтіп айтып жүргенде бар. Қадірлері содан кеткен. Істеген жақсылық несін санайсың? Енеңе келіп, мен сіздің киіміңізді жуқпаймын. Айтамын, демек, сіз алып беріп үйреніп қаласыз. Ондай ответ күтпеңіз. Ертең балаң да сондай болып өседі. Сіз сондай болсаңыз, балаң тап сондай болады, қызың тап сондай болады. Ертең сенің осы дегенің балаңның өмірін талқандайсың сен. Балаңның өмірін талқандайсың, түсінесің ба? Дұрыс, жаман енелер де бар, но бәрі жаман емес шығар. Ішіндегі болады, ішіндегі. Ол да сен сияқты ене қыз болған сезді. Оның да қанын біреу ішкен. Ода да бір травмасы бар да. Оның травмасы бар деп есепте. Мамасы бүйтіп қатты көтергенде қолынан құлатып алған деп есепте енемді. Болды. Ондайлар мен елеспейді ғой.